Құдайға шүкір намазымды ерте өзінің уақытында оқыдым деп қуанбайтын, және намазы кешігіп бара жатса, мысалы екінті намазын ақшамнан бір 15 минут алдын, енді күн батуға жақын қалған кезде кешіктіріп оқыды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тіпті ондай намазды енді әдейілеп кешіктіретін болса, бір бағдарлама көріп отырды, осы әңгімемен отырды, футбол көріп отырды, сөйтті де намаздың уақытының шығуына 10-15 минут қалғанда апыр топырын шығарып екінтіні оқып алды. Ондай намазды Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тауықтың жем шоқығандай оқылған намаз дейді. Тауық қалай жем шоқса, солай руку тез, сәждәсі тез, солай намаз оқыды да, сөйтіп әйтеуір үлгерді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұндай намазды мұнафиқтердің намазы деді. Енді бұл мұнафиқтердің намазына ұқсап қалған намаз оқығаны үшін қайғырмайды, ерте намаз оқығанына, өзінің уақытында оқығанына қуанбайды, сондай адам дейді. Намазына немқұрайлықпен қарайтын адам.